Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, пікір жазып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Ол күні үйге келгенімде жұбайым кешкі аста дайындап жатқан. Қолынан ұстап бір маңызды нәрсе айтуым керек дедім. Әйелім қасыма отырды. Айтатындарым оның жүрегін ауыртатынын түсініп тұрдым. Бірақ қанша қиын болса да айтуым керек деп, ажырасайық деп үн қаттым. Әйелім ашуланбады да, қарсы да сөз айтпады. Тек себебін сұрады. Еш нәрсе айта алмағаныма ол қатты ашуланды. Басқа біреуді жақсы көретінімді, қалай айтатынымды мен білмедім. Сол күні басқа еш нәрсе сөйлеспедік. Ол болса түнімен жылап шықты. Бірге өткізген қаншама жылдан кейін ажырасу қиын болатындығы түсінікті. Оның алдында өзімді кінәлі сезінгенім үшін оған көлік, үй, компаниямның 30% үлесін беретінімді рәсімдейтін келісімшарт дайындап қойғандығымды айттым. Бірақ ол оған бір қарады да жыртып тастады. Бір-бірімізге бейтаныс адамдар болдық. Оның маған жұмсаған уақыт пен күш-жігеріне жаным ашыды. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді ғой, қазір басқа кісіні жақсы көремін. Келесі күні кешкісін үйге кеш келдім. Әйелім үстел басында бір нәрселер жазып отыр екен. Еш нәрсе айтпай бөлмеме барып ұйықтап қалдым. Ертеңіне маған өз шарттарын ұсынды. Менен ешқандай материалдық зат қаламайтынын, тек ажырасатынымызды бір айға дейін ешкімге айтпай жасырын ұстауын сұрады. Осы уақыт ішінде жақсы отбасына ұқсап өмір сүруімізді сұрады. Бұған себеп жалғыз ұлымыздың бір айдан кейін университетке түсетіндіктен қабылдау емтихандары кезінде отбасы ішіндегі мәселелер оған кедергі болмасын деген ниет екен. Келістім. Келісімнің екінші шарты да бар болатын. Үйленген күні есіктен үйге оны қолыма алып кіргенімізді есіне түсіріп, бір ай бойы оны қолыма алып бөлмемізден есікке дейін апаруымды сұрады. Басында есінен ауысқан ба деп ойландым, бірақ өткен жылдардың құрметі үшін келістім. Сол күні жаңа сүйіктім Ребеккаға әйелімнің осы шарттары туралы айтып едім. Ол күліп жіберді де, әйелің бір қиялы екен деп айтты. Ақыры әйелімен ажырасатыныма сенімді болғандықтан ол да келісті. Бірінші күні ешбір сезімім қалмаған әйелімді құшағыма алу қиын болды маған. Әйелімді көтергенімде артымызда тұрған ұлымыз бізге қарап қуанышын жасыра алмады. Бір-біріңізге деген сезімдеріңіз қандай күшті деп күлімдеп тұрды. Сөздері ішімді күйдірсе де, келіскеніміздей әйелімді үйдің есігіне дейін 10 метрдей қашықтықта құшағымда апардым. Ол болса көздерін жұмып қойып құлағыма, ұлымызға ажырасатынымызды айтушы болма. Мен оған қарап жарайды дедім. Оны есікке дейін апарып үйден бірге шықтық. Ол автобус аялдамасына барып, жұмысынан баратын автобусын күтті. Мен өз жұмысыма кеттім. Екінші күні бұл ойынымызды ойнау оңайырақ болды. Оған көптен бері назар аудармаған мен, оның бетіне түскен майда жүндерін енді байқадым. Шаштарында да ақ шаштар пайда болыпты. Өткен жылдардың іздерін көру ойландырды. Төртінші күні оны құшағыма алғанымда бір сенімділік сезім ұялады ішімде. Маған өмірінің 18 жылын сыйлаған әйелге деген керемет бір сезім. Бесінші күні ішімдегі сезімдер күшейе бастады. Ребеккаға бұл туралы айтпадым. Әйелімді күннен күнге көтеріп есікке дейін апару екеумізді де бақытқа бөлей бастады. Бір күні оның не киім киетінін ойланып тұрғандығын көрдім. Бұрынғы киімдердің бәрі үлкен болғанын айтты. Расында да, соңғы күндер қатты арықтап кеткенін сонда байқадым. Ажырасатынымызды ойлап, соның уайыммен арықтағандығын түсіндім. Еріксіз басынан сипадым. Осы кезде келіп қалған ұлымыз, әке, анамды құшағыңда тасуың керек деді. Әкесінің анасын бөлмелерінен есікке дейін тасуы өміріміздің бір дәстүрі болды. Әйелім ұлымды қасына шақырып, күлімсіреп құшақтады. Ол күні оны құшағыма алып тасығанымда тура үйленген жылдарымыздағыдай сезімдер кештім. Сезімдерім еріксіз өзгере бастады. Соңғы, яғни 30-шы күні оны есікке дейін апарғанымда одан барлық көрсеткен қиыншылықтарым үшін кешірім сұрадым. Және сол күні
Ребеккаға барып ажыраспайтындығымды айттым. Отбасымыздың әлсірегені сезімдердің жоқтығынан емес, бір-біріміздің қадірімізді ұмыта бастағандығымыздан екендігін түсіндім. Жолдан гүлдер сатып алып, араларына сені енді өмірімнің соңына дейін құшағымда таситын боламын деп жаздым. Үйге бара салып бөлмемізге қарай жүгірдім. Әйелім төсекте жатыр екен. Қасына барсам, әйелім дем алмайтын сияқты. Асығыс дәрігерлерді шақырдым. Дәрігерлерден әйелінің біраздан обыр аурумен ауыратындығын және бүгін содан қайтыс болғандығын естідім. Қатты өкіндім. Ребеккамен жүріп, әйелінің соңғы айлар бойы обыр аурумен арпалысқанын да білмей қалыппын. Ал ол менің қамымды ойлап, өміріне санаулы күндер қалғанын білгені үшін ұлымыздың алдында мені анасын тастап кеткен жаман әке ретінде көрсетпеуге тырысыпты. Ең болмағанда ұлымыздың есінде мені жақсы әке, жақсы жұбай болып қалуымды қалапты. Қандай өкінішті. Ғибратнама. Қасымыздағы адамдардың қадірін жоғалтқанда ғана түсінбей, барында бағалай білейік.